Ал видеоны басамай тұрып сендерге Алик Морел деген арнаны ұсынамын. Бұл арнада сіздер обзор, челлендж және пранктарды көре аласыздар. Видеолары өте қызық, тіркеліп кетіңіздер. Сосын комментарияға менің анамнан келдім деп жазып кетіңіздер. Ссылкасы описанияда болады. Ал біз видеоға кеттік. Бәріне сәлем достар, мен Тантым. Менің арнамда көптен бері видео летсплей шықпай кетті. Сондықтан мен сіздерге бүгін Пайнборд деген серверде аркад ойындарын түсіретін боламын. Және осы скинге мән бермей қойыңыздар. Себебі мен скин таңдап отыруға ендім және қоюға да. Сосын егер сіздер тағы да мен летсплей түсіргенімді қаласаңыздар және ол летсплей қызық болсын десеңіздер, онда комментарияға жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Бірінші ойын ол Murder Mystery деген ойын. Ол ойында деген маньяк болады, сосын бір детектив болады, қалғандары адамдар болады. Сол адамдар маньяктан қашып жүреді. Ал маньяк ол барлық адамдарды өлтіру керек. Ал детектив сол маньякты кім екенін тауып алып, соны маньякты өлтіру керек. Мен деген қазір адамбын простой. Мұнда деген маньяк болсаң өте қызығырақ болады. Мұнда деген сосын 10 золото жинап, оған лук сатып алуға болады. Бірақ лук береді, бірақ бір стрела береді. Ал біз қазір ол 10 золотыны жинап алып, ой, маньяк мына жерде ғой, ё-моё. Маньяк менің кім екенін білемін достар. Ол деген Авишкакиса деген адам. Өте қиын ник бар ғой. Ана жерде луктар достар. Қазір біз лестница құрастырамыз да, сол лукты алып аламыз. Бірақ алынбай тұр, ё-моё. Алыншыш. Ай достар, ол лукты басқа біреу алып. Ё-моё, бізге деген мешітпен атып жатыр. Ё-моё, сол маньяктан деген қашып жүру керек. Вот достар, мен деген уже бір лук алып алдым және бір стрела. Мұнда деген еще тағы да 10 золото жинап, тағы да бір стрела алуға болады. Бірақ оған көп уақыт керек. Вот достар, маньякты біреу уже өлтіріп тастады. Оның аты Серкизі XC деген адам. Ал достар, енді келесі ойынға кетейік. Ал достар, келесі ойын ол Shivers деген ойын. Ол ойында деген онда деген командалар болады. Біріншісі сары, сосын жасыл, сосын көк, сосын қызыл түсті командалар болады. Сосын мұнда деген осы центрде деген қойлар жүреді. Сол қойларды алып өзіміздің базамызға апаруымыз керек біз. Және де басқа командалардан қойларды ұрлап алуға болады. Бірақ оны осторожно істеу керек. Қараңыздар, осылай ұрлап алуға болады. Бірақ осы адамды тезірек өлтіруіміз керек біз. Бір адамнан көмектесіп жатыр. Және де осы бір қойды алып, қазір біз өзіміздің базамызға апарамыз. Ё-моё, қана адамды өлтіруіміз керек біз тезірек. Аламыз да өзіміздің базамызға апарамыз. Біз лукпен атпау керек. О достар, біз деген көк түсті команданың қойын біз өзіміздікін етіп алдық. Бірақ ол біздің қойымызды ұрлап келатыр. Оны қазір қарса жақсы болады. Артынан қуып жетіп алуымыз керек біз. Ё-моё, аналар өздеріне апарып алып. Shift-пен жүйт. Ешкім білмеу үшін, ё-моё. Қайдан бұқ қалды ма бізді? Көтіп тастадық. Сосын мына қойымызды аламыз да қайтадан қашамыз. Басқа адамдар маған көмектесіп жатыр. Өзіміздің базамызға тезірек апаруымыз керек біз. О достар, уже синий көктің қойын біз өзіміздің базамызға апарып алдық. Мынау біздің ұрлайын деп бара жатыр. Бірақ оны бір адам жұтсат. Зеленый қайда, зеленый. Бірақ зеленыйдан ұрлау кішкене қиынырақ болады, себебі менде аз хп. Сосын оларды
защитниктер бар өзінің. Ё-моё. Қазір қайттан ұрлауға тырысамыз. Көмектесін десеш, ё-моё. Ё-моё, достар, біз деген жасылдарды ұту үшін бізге бір қой жетпей қалды, ё-моё. Ал достар, енді келесі ойынға кеттік. Ал достар, келесі ойын ол The Bridge деген ойын. Осы ойынды мен деген жақсы ойнаймын. Осы ойынды және ұнатамын. Мұнда деген ұту маған кішкене оңайырақ болады. Так. Достар, мен бағанадан бері осы дауысты қоспай отырмын. Оған кешірім сұраймын. Ё-моё. Ё. Рұқсат бар ғой, ё-моё. Кесте ұтуымыз керекпіз. Енді біз өзіміз көруге тырысамыз. Кәмден өзім қарайым. Так. Жер блоктар қойып кетті. Ё-моё, луппен ұқсат бізді. Біз енді өзіміз кіруіміз керекпіз. Пожалуйста, білет болсын. Так, құлағы түшіп қалды. Білет болсын. Достар, білет болсын, мен кірдім. Менден 3-ші орындамын. Так, әйтеуір білет болсын кірдік, және біз деген оларды су қойып тастадық. 5-0. Ал біз келесі ойынға кеттік. Достар, келесі ойын деген Jump Lag ойында деген дұрыстап паркур өтуіміз керекпіз, және жақсы заттар алуымыз керекпіз. Сосын кішкенеген осы 3 минуттан кейін біздің бірімізбен көрісеміз. Так, біздің уже екінші модульге кірдік. Осы розы блокқа секіру қиын бар ғой. О, секірдім наконец. Так, енді осы стеклоға секіруіміз керекпіз. Так, мұқият. Болды, секірдік. Енді бізге деген күшті меч берді, сосын күшті броня берді. О. Так, күшті ботинки, күшті шлемдер. Ол болды. Ұттық, бірақ біз матч басталып кетті. Осы сіздерге залда кет аламыз, сосын шлемді ол шлемге ауыстырамыз. Бізде де 2 меч, біреу ударым меч. Оны осы отпастық болады. Йо. Біз 6-ші орындамыз. Енді қазір 1-ші орынға болуға тырысамыз. Қаландары болмыз. Ё-моё, мен мұнда отырып қойырым бар ғой, қайда? Осы адамды қабыз өлтіріп. Так. Бізді байқамаса болды. Ё-моё, има екеуі де мажылады. О,
баштадық. Енді осыларды боламыз. Енді тағы да басқаларын боламыз. Ал біз осыдан бастадық. Bunu şurada ocağı var. Sonra anahtarımız. Böyle siyah gerek. Zaten taslamamız gerek. Biz bıraktık. Aldık. Bunda den kristallar toptur. Poster alamız. Şimdi şeyimiz ki uzaklar. Yok. Burada ana şeylik var o. Так. Dostlar, bizde ұтып қалдық қазір. Енді келесі аркад ойынына кететін боламыз. Достар, келесі ойын ол Пентиран деген ойын. Оны барлығы біледі деп ойлаймын. Карта мұнда 14 адам. Және мұнда қайын болсаң Space'ті басып, Space'тен клавишті басып, екі чекіп кетуімізге болады. Және де мұнда өте қатты мұқият жүру керек. Келе болса асықпай жүреміз. Екі адам қалып, жаңа 14 адам болып тұрады. Тек қана 2 адам қалып түсті жерге ең соңына дейін. Ортан жерден өтірісті ешкімде. Ой, жомын. Так, сөйлеп жүреміз. О, тек қана 8 адам қалды. Енді біз деген 3-ші жерге түсіп кеттік. Енді 3-ші жерде қиын болады. Бес адам қалды. Достар, біз деген 4-ші орын алдық. 4-ші орын бізге жарайды деп ойлаймын. Енді соңына кеттік. Достар, егер сіздерге осы видео ұнаса, онда видеоға лайк басып және арнаға тіркеліп, және комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен болғандардан сау болыңыздар.